Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Абайдың 7-ші қара сөзі өте маңызды, мағынасы терең қара сөз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады дейді. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды дейді. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Адамда екі нәрсе жан мен тәннен құралады. Абай оны бір өлеңінде мен менен менікінің мағынасы екі дейді. Мен дегені адам жаны болатын болса, менікі дегені ол тәні, сыртқы қалаулар. Жалпы адам баласы туған кезде осы екі түрлі құмармен тұрады дейді. Енді бірінші тәнді айтып тұр. Тәннің құмары дұрыс, адам ішуге, жеуге, ұйықтауға мұқтаж. Ары қарай біреуі білсем екен демектік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып, тамағына басып, бетіне басып қарап, одан кейін бір түрлі жаңағыдай аңдар шуласа да, ит үрсе де, ол немен екен, бұл немен екен деп, осындай бірнеше сұрақтармен жүреді дейді. Бұның барлығы, жаңа бір тәнді айтып өттік қой, ішіп жеу ұйықтау, білу, көру, үйрену деген нәрсе ол жанның құмары дейді. Яғни адамның жаны осындай нәрсеге бала кезден түпі жаратылысынан бастап қызығады, мұқтаж дейді. Мынадай бір сөз бар, мен ойланып қазақшасында таптым соны. Орысша любопытство дейді. Яғни енді түбіріне келетін болсақ, любовьпен пытать екі сөзден шығады. От любви пытать себя. Өз-өзін жаңағыдай бір махаббаттан, құмарлықтан көргім келеді дегеннен білгісі келіп сұрай беру. Ағылшыншасы бұны curiosity деп аударылады екен. Қазақшасын іздеп, ең қызығы осы Абайдан таптым. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан деп дейтін өлеңінде әсемпаздық. Яғни әсемдік, сұлулықты көріп ұмтылу. Соның жолында бұл не екен, ол не екен деп адамның өз-өзінен сұрау дейді. Ары қарай осы жанның құмарына байланысты ары қарай Абай ойды келесі абзацта ары қарай дамытады. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгендеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмайды, хайуан жаны болады. Яғни, жаңағыдай дүниенің сырын ұқпаса адам, үйренбесе, жаңағы ол не екен, бұл не екен деген сұрақтарды өзіне қойып, ары қарай ізденбесе, адам жаны хайуан жанына айналып кетеді дейді. Яғни, екі түрлі нәрсемен туады деді ғой, жан және тән. Сол тәннің құмары басым болып кетеді дейді. Өйткені хайуанмен салыстыратындығына әлі де келеміз қазір қара сөз барысында. Өйткені жан жануар көбіне осы адамның өз ерекшелігі жанында ғой. Жан жануар өзі көбіне сол инстинктивті тұрғыда өмір сүретіндігі белгілі, хайуан яғни. Осы адамда осы хайуан сияқты болып кететіндігі қалай дейді? Тек қана ішіп жеп, ұйықтау, бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, жалпы адамда ұйқы тамақ есімізден шығып кетеді дейді. Яғни бұл, егер адам жанның құмарының соңында жүретін болса, жаңағыдай тәннің емес. Шын мәнінде солай, Михаил Чиксент-Михайльдің «Поток» деген еңбегі бар, өздеріңіз білетін шығарсыздар, іздеп көрсеңіздер болады. Сол жерде айтады, адам өзі түбі бір жанның құмарына салынып кеткен кезде көп нәрсені ұмытып кетеді дейді. Өзін-өзі ұмытып кетеді, Абайдың әніндегідей. Ер жеткен соң, ақыл кірген соң, осыны орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз дейді. Бұл жерде Абайдың түсіндірмегі жас күндегі әсемпаздық, ер жеткен соң азаяды да, көбіне тек қана тәннің құмарымен қала береміз дейді. Не себепті біз соны уақытылы ғылым тапқандардан сұранып, біліп, ары қарай сол қуатымызды орында сақтамаймыз дейді. Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек еді. Бұл жанның тамағы еді дейді. Жанда тән сияқты өзінің бір қорегі бар, иә? Тән суға, тамаққа, ұйықтауға мұқтаж ғой. Ол және де Құдай солай жаратқан бір жеңіл жері, түсінудегі жеңіл жері. Мынада
Тамақ ішпесеңіз біраз уақыттан кейін миыңыздан сигнал келе бастайды. Ұйықтамасаңыз да әрі кетсе бір 2-3 күн ұйықтамассыз. Одан кейін өзі тән өзінікін шығарады алып. Бірақ неліктен біз жанында осындай құмары бар еді дейді. Неге оның қорегін өзіне бермейміз дейді. Оның қорегі ойлану, іздену, ғылым тапқандардың жолына салыну, сұрақ қою, өз-өзінен сұрау дейді. Жоқ, біз олай қылмадық дейді. Біз тәннен жанды артық көрмедік, керісінше тәнді жоғары көрдік дейді. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық дейді. Енді тек қана осы тәннің соңынан жүру, жан қалауымен айналыспау, жаным не қалайды екен деп түсініспеу түбі бізді осындай бір құстың сорлысы сияқты күйге әкелді дейді. Жайдан жай қарғамен ұзақталып тұрған жоқ. Әрине, қарғам деген категория бар, былай жақсы көрген адамын айтады, қарағым дейді. Бірақ та бұл жерде объективті тұрғыда қарайтын болсақ, қарға ұзақ өте көп, және де еті де жеуге келмейтін бір өте көп тараған әрі пайдасыз егіннің де жауы, жалпы тіршіліктің, тұрмыстың көп жағдайда зиян келтіретін құстардың бірі. Және саны өте көп, сапасы жоқ, өте шуылдап келеді. Сосын бірлік табу қиын. Өзі байқасаңыздар, егін алқаптарына қарасаңыздар, қарғалардың өзі бір жақтан бір жаққа ұшуының өзі қиын. Аспанда шын мәнінде ұзақтар барқылдап, шулап, айналып, ана жердің өзі дауысы да әртүрлі болады. Содан нақты ұшатын бағытын да таба алмайтын сияқты көрінеді өзіме. Көп ұзақтай шулап тұрып, одан кейін барып бір жаққа қарай әйтеуір қоныс аударып жатады. Енді адамды да осы түбі қарға ұзаққа теңеп тұр. Яғни бағыт бағдары жоқ, тек қана жаңа қарнын тойғызуды білетін, шуылдақ, бір-бірінің сөзін тыңдамайтын құсқа, сорлы құсқа, сол категорияға теңеп тұр. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш өнген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық. Көзбен де жақсы қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсені де сыртын көргенде ақ тойдық. Енді жаңағы айтқандарымызды одан сайын бірнеше мысалдармен келтіріп тұр. Түсіну қиын емес, тек қана сыртқы бейнесін қарау, және де жас күнімізде керісінше жан құмары артығырақ дейді. Бірақ ер жеткен соң ол сөніп бара жатқандығын айтады. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз, біреу ақыл айтса, ой Тәңір-ай, кімнен кім артық дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз дейді. Яғни, жаңа қарғалар сияқты, ұзақтар сияқты шуылдап, сұрамаймыз артығын, өзімізбен өзіміз әуреміз. Және де бір жақсы сөз бар, ол өз-өзін жұбату, бір қуаныш, бір жұбанышы бар деген Абайдың тағы бір қара сөзі бар. Ол кезде де тағы да келеміз бұған бұйырса. Кімнен кім артық дейсін деп, әйтеуір өз-өзімізді жұбатамыз дейді. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ, құр көзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Міне мына сөздер өте ауыр, өте хайуан малға теңеп, жалпы, яғни тек қана тәннің құмарының соңында жүру, ол түптеп келгенде бізді сол жаңа ұзақтар сияқты жан жануардан ары қарай артылмайтындығымыз жайында түйін жасап тұр. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз, білсек те білмесек те білсек екен деген адам бар. Бала күнімізде, ол ересек кезге қараған кезде, тек қана қарынның қамы, жаңағыдай мал табу, мүлік табу, үй алу, қыдыру, тағы басқадай, тек қана бұл қарап отырсаңыз қоғамдағы көп нәрсе тек қана осы тәннің құмарына құрылған. Мынау жарнамалар, түрлі компаниялар адамның сол құмарлығынан ақша жасайтындығы белгілі. Енді оның өзінің бір үлкен теориясы бар, ол айтпаса да белгілі нәрсе. Біздің тойлауымыз, сырттан қарасаңыз, ол да бір қарғадай шулаған, ұзақтай барқылдаған бір қауымға ұқсайды. Шын мәнінде тойды сыртынан қарап көріңізші өзіңіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз деп
қорытындылап тұр. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Өкініштісі біз де түк білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды қараңыздар. Енді мұның барлығы айтып жатқаны жаңағы тәннің құмарының соңында ғана жүру түбі надандық дейді. Енді қараңыз, надандығымызды білімділікке бермей таласқан кезде, яғни білімді адам сізге сөз айтып тұрған кезде тоқтамай, немесе осыны мен білмейтін шығармын деп өзіңіз ізденбей, яғни надандықты жаңағы айтқан білімділікке бермей таласқан кезде өлер тірілерімізді білмей күре тамырымызды адырайтып кетеміз деп аяқтайды. Яғни тіпті осы надандықтың соңынан білімді адам айтып тұрса да сөзіне көнбеуіміз тіпті сол деңгейде өлер тірілерімізді білмей, яғни соңына дейін, тіпті өлгенге дейін сонымен дауласып, күресіп, күре тамырымызды адырайтып кетеміз. Күре тамыры қашан адырайды адам? Қатты ашуланып сөйлеген кезде түбі осы ашумен жеңеміз дейді. Өте ауыр қара сөз, жан құмары, тән құмары деген барлығымыздың бойымызда бар нәрсе, барлығымызды ойландыруға бағытталған бір риторикалық сұрақтарға толы қара сөз. Әр адам осы қара сөзді оқып, мен қазір не істеп жүрмін, қаншалықты менде жан қуаты бар, жалпы жан қуаты деген бар ма бізде? Жан қуаты деген не өзі деп түсінбеуі де мүмкін кейбір азамат. Осыны бірақ біз ойлануымыз керек екен, қай нәрсе жаннан шығады, қай нәрсе тәннен шығатындығын қарауымыз керек екен. Әйтпесе адам жаны хайуан жанына айналып кетеді деп Абайдың өзі айтып тұр. Назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.